Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін компьютерге переустановка дейді. Сонда орнататын боламыз. Бізге жаңадан системный блок, жүйелік блок келді. Оған бірнеше переустановка жасау үшін міне системный блокқа тоқ көзін жалғауымыз керек. Содан кейін міне кабелін жалғауымыз керек. Монитор екеуін жалғап тұратын. Мониторды қарап отырсаңыздар, міне жалғап тұр. Осын жалғауымыз керек. Одан кейін клавиатура, мышканы жалғап, интернет жалғап қоюымыз керек міндетті. Содан кейін қазір ғана переустановканы десятка, ондай Windows 10-ды орнатырмыз, оған флешканы соны артына тығатын болады. Флешканы USB-ге салдық. Енді қазір компьютерді қосамыз. Тоқ көзіне қосылды. Мына жақта қосылды. Тоқ көзіне қосылғаннан кейін қарап отырсаңыздар, бұны F9-ды бас деп тұр. Біз F9-ды басымыз керек. F9-ды бастық. Шамал күтеміз. Мына жақта загрузка жүріп жатыр. BioStar деген фирма шығарған. Ары қарай жақта мысал қарап отырсаңыз, Tab, Delete, F9, F12 дейді. Егер де біз Delete'ні басатын болсақ, біздің BIOS-тың настройкасына кіреміз. Міне. Қазір уже міне. Русский, Windows-тың осылай бәрі басылады. Установленный язык, формат времени, одан метод ввода. Burada ешқандай ештеңесін түртпейміз, осылай тұра береді. Далені басамыз. Ары қарай установить. Установить басамыз. Бізде ключ жоқ болғандықтан, у меня нет ключ продукта дейсіз. Осыны басамыз. Бастық. Сосын нарада Windows таңдайсыз. Домашний болады. Мысалы, егер компьютеріңіз әлсіз болатын болса, домашний таңдайсыз. Болмаса, біз нарада Pro'ны таңдаймыз, Professional таңдаймыз. Өйткені біздің компьютеріміз Tower компьютер Ryzen 5. Жақсы компьютер, бізді систем блок келіп отырған. Далені басамыз. Мына жақта қарап отырсаңыз, мына сбор, информация, установка Windows этап-этаппен жүре береді. Мына жақта мына қарап отырсаңыз, установка Windows басталып жатыр. Применение уведомления и условия лицензии дейді. Арада я принимаю условия дейсіз. Оны істемесеңіз ары қарай жүрмейді. Далеге бастық. Нарада екі окно ашылды. Бірінші выберите тип установка дейді. Обновление установка Windows сохранение файл или выборочный только установка Windows. Бізге керегі екіншісіне установка ғана керек. Себебі егер біз жаңағында восстановлениеге жүретін болсақ, ол онда мысалы компьютер бұзылған жағдайда соны істеуге болады. Біз екіншісін таңдаймыз. Біздің компьютеріміз, жүйелік блогымыз жаңа келгендіктен burada SSD 240-тық тұр. Соны біз екіге бөлетін боламыз. Көбінесінде ол бөлініп қойған болатыныз, нарада С, Д деп шығады, сынын таңдап, дәлені басасыз. Нарада біз екіге бөлеміз. Біз нарадан екіге бөлу үшін аяққа крестер, сазайтқа содан кейін нарадан өшіреміз да, 150-ді береміз. С-ға 150-ді береміз. 150 мыңды таңдаймыз. Содан кейін применить. Бастық. Обеспечить корректную работу деп шығып тұр. Оны окейді басамыз. Нарада міндетті түрде қазір 3-4-еу шығады. Бұраның бәрі ешқандай теспей қойыңыздар. Бұл өзінікі. Нарада бізге Д-ға 77 гигабайт қалдырдық. С-ға 145 гигабайт қалдырдық. Ары қарай далені басамыз. Ары қарай мынандай міне жүреді. Состояние қазір подготовка файл, установка 0%. Осы 100-ге толу керек. Міне 1% болып жатыр, 2% болды. Бұл SSD болғандықтан, және де біздің системный блогымыз жақсы новый болған тез жүреді. Егер де бізде HDD болатын болса, ол өте жай жүру керек еді. Міне кетіп жатыр жемендеп. Қазір 100-ге толады осы. Міне 57 болды. 60 болды. Өте тез болып жатыр. Жылдам. Міне 75 болып қалды. Осы да қарап отпай Windows мысалы десятка дейміз, оның бір ерекшелігі бар.
бұрынғы біз мысалы XP, семерка, Vistаларда мысалға осы Windows'та орнатқаннан кейін ары қарай біз драйверлердің бәрін өзіміз орнатып қолмен орнататын тұғымыз. Ал бізде мынау десятка Windows 10-ның бір ерекшелігі, интернетіңіз болса барлық драйверді өзі орнатып алады. Тек қана сіз ары қарай өзіңіз программаңызды орнатасыз, Microsoft Office орнатасыз, мысалға Adobe Reader'ды орнатасыз, AutoCAD сол керегіңізге байланысты, жұмыс істеу принципіңізге байланысты өзіңіз орнатасыз. Бір қуантатыны осы десятканы. Содан кейін десятканың бір жақсы жері, мысалы ноутбукте тұратын болса, жесткий диск аласты басқа жаққа салғанда десятка көбінесе түсе береді. Міне арада болды, 100% болды. Қарап отырсаңыз астында жасыл толып жатыр. Міне арада енді өзі сұрайды қазір. Для продолжения требуется перезагрузка Windows дейді, біраз өзі өшіреді, қосады, соның бәрін істейтін болады. Міне компьютеріміз өшті. Осылай біраз тұратын болады өзі. Мынарада мына көрдіңіз, тап десе, тап деген бар, делетіні бассаңыз BIOS-қа кіреді, және F12-ні басу BIOS Flash Utility де соған кіреді екен. F9 бізді жаңағы персонал жасайтын кезде F9 басамыз. Бірақ әр компьютерде систем блокты әртүрлі болуы мүмкін. Арақта міне загрузка жүріп жатыр. Қазір енді бұл біраз тұрады, ойланады, өзінің жаңағы ішіне программаларын бәрін орнататын болады. Күтеміз. Енді кетіп жатыр. Қазір енді әрқарай өзінікін орнатып жатыр. Міне күтеміз. Қазір соңғы кезде ше, ұмытпаса Windows 11-де шығып жатыр. Оларды біз әлі қолданған жоқпыз. Біз десятканы қолданып жатырмыз. Өте жылдам, өте жақсы жұмыс істейді. Ішінде мысалы защиташта өзінің антивирусы бар ішінде, Defender деген. Ішінде біраз нәрсе бар. Өте қолайлы, өте тиімді. Семеркіде ондай емессің. Семеркі қарапайым болатын тұғын бұрындары. Ішіндегісін бәрін керегіңізді өзіңіз орнататын тұғыныз. Ал десяткіде көбісін ішіне салып қойған ішіне. Мына нараға келдік. Давайте сначала регион дейді. Регионда біз мысалы нарада енді амал жоқ, Россияны таңдаймыз. Россияны таңдаймыз. Нарада мысалы это правильно расклад клавиатура. Burada қазақша жоқ, burada русский таңдаймыз. Кейіннен таңдаймыз. Нарада мысалы вы хотите добавить на второй расклад клавиатура. Burada пропустить қыламыз. Керек емес. Нарада міне көрдіңіздер, необходимо установить важные, өте маңызды заттарды, элементтерді орнатып жатыр. Нарада сет сұрап тұр. Сет бізде интернет артына қосып қойдық. Интернет болмаса, у меня отсутствует интернет деген таңдауыңыз керек. Нарада жазып қойып отыр бізге. Пока идет установка деп установка жүріп жатыр, біз расслабиться деп, денеңізді босатып демалсаңыз болады деп, бізге демалуға қайтадан. Нарада өшірмей қойыңыз дейді, не включить устройство дейді. Өшірмей не істеймін, күтіп отырып болсын. Өшіріп қайда барамыз? О, отлично дейді. Жақсы жаңалық, это час установка завершена дейді. Бұл установканың осындай бөлігі бітті дейді. Теперь давайте посмотрим, что много Windows дейді. Көрейік, бірге көрейік. Так, после обновления Windows дейді. Бізге пока керек, пока пропустить етеміз. Windows обновление жасайтын болсақ, қазір көп ұзаққа кетіп қаламыз. Өзі енді орнатылып жатқан Windows'қа ауырлау болып кетуі мүмкін, оны кейіннен де орната берсек болады, обновлениесін. Осы арада біраз күтеміз, шамасы сабырлық ету керек. Уже байқасаңыздар, мына жақта мынандай шығып жатыр. Специальный значоктар мына жақта мына дауыс шығып жатыр, үстімізден сет деген шығып жатыр, уже емендеп орнатылып жатыр десяткіміз. Енді кешірім сұраймын, менде жаңағы соткымды ұстап тұратын ештеңе болмайды, шама дірілі болуы мүмкін. Ол енді кедергі емес шығар деп ойлаймын. Ең басты ішінде ақпарат қойған. Нарада выбор способ настройка. Burada для личного использования таңдасақ болады. Өзіңізге керек болатын болса, осыны таңдаймыз, міне бастыңыз. Далені басамыз. Осы арада енді ең шамалы қиындауы, ең маңыздысы бар. Осы жерде қазір көрсетемін. Міне нарадан мысалға егер де жазатын болсаңыз, осы жаққа Gmail жазсаңыз болады.
егер жеке болатын болса, бізде мынау енді фирма болғандықтан автономный учетный запись дейміз. Соны басамыз. Ограничение возможности басамыз. Әрқандай сізді войти, далее бассаңыздар болады. Надо войдите, чтобы получить полный доступ ко всем программам и службам Microsoft дейді. Маған ол керек емес, ограничение возможности басамыз. Сосын атын дейміз. Бізге бұл атын енді ТБ деп жазамыз. Ағылшынша жазған дұрыс. Мысалы Т, мына орысша тұр екен. Ауыстырамыз. ТБ. ТБ жаздық. Пароль сұрайды. Парольге біз 4-1-ді жазамыз. 1, 2, 3, 4. Оған өзің қалаған парольдерін жазсаңыз болады. Қайтадан қайтала дейді. 4-1-ді жазамыз. Қайталадық. Енді нарада міндетті түрде сұрақ қояды. Біз сұраққа енді өзіміздің әркім өз жазса болады. Сұраққа ответті. Мысалға қандай животный, кличка первого животный дейді. Мысалға мен бәріне біреуін жаза беремін. Бір андай жаза беремін. Қайнар деп. Екінші вопрос сұрап жатыр. Екінші вопрос сұрап отыр. Қайықта тудыңыз дейді. Бірақ да біз бәріне осын бір андай жазсаңыз болады. Мысалға өзіңіздің ұмытып қалмайтын жауабыңыз жазса болады. Далее жазсамыз үшіншісін сұрайды. Үшіншісіне де осы прозвище дейді. Сіздің анда кішкентай кезіңізде болғанда қай нарды жазамыз. Шөп кетті. Осымен бұны басталды. Удобный дейді. Разные устройства с помощью журнала действия бізге керек емес ол. Таңдасаңыздар болады. Нарада распознавание голос сети дейді. Дауыспен маған керек емес. Местоположение керек емес. Burada енді диагностика данные ғана алып қаламыз. Қалған поиск устройства керек емес. Индивидуальный возможность керек емес. Рукописный ввода клавиатура бетіне шығатын керек емес. Идентификация реклама керек емес. Бәрін аламыз да принять етеміз тек қана. Осыны ғана принять етеміз. Осы міне привет, компьютеріміз қосылды. Burada бір 200 минуттай уақыт алуы мүмкін, өйткені компьютер өзі орнатып жатыр. Толықтай. YouTube жақсы болды. Сөйтіп үйренсеңіз болады. Почти готов дейді, дайын болып қалды. Міне біздің операционкамыз уже аяғына жетті. Компьютердің бұл Microsoft'тың өзін ғана орнату. Windows'та орнату. Мына нарадан қазір нарада мой компьютер ештеңе жоқ. Қарап отырсаңыздар, тек координамен Microsoft Edge деген ғана бар. Біз енді ары қарай оны басамыз, персонализацияға басамыз. Мой компьютер шығару үшін ары қарай міне темаға кіреміз. Темаға кіргеннен кейін үлкейтсеңіз параметр значка рабочего дейміз. Компьютер және сетті белгілеп аламыз да применить окейді басамыз. Ары қарай мына нарадан автоматически қойсақ, міне мой компьютер шықты. Енді қараңыздар, бір қызықты көрсетейін. Қазір енді біздің артта флешканы алып тастауымыз керек. Өйткені бір қызық көрсетеміз. Нараға управлениеге кіргеннен кейін бізде жоқ, олай емес. Мой компьютер кірсеңіздер, бізде Т дискі жоқ. Бұл біздің установочный дискіміз ғана шығып тұр. Оны шығару үшін біз управлениеге кіресіздер. Управление кіргеннен кейін арада управление дискамай деген тұрады. Соған кіресіз. Арада көріңіз, мына біздің Т дискіміз мынау тұр. Оны аламыз, создать простой том дейміз. Далее басамыз. Далее бассаңыздар, ені көрсетіп бізге Т керек. Сол үшін біз артындағы установочный диск флешканы алып тастаймыз. Сол кезде мынау шығады қазір. Біз мына установочный дискіміз, флешкамыз алып тастадық. Қазір енді қайтадан біз мынаны назадқа береміз да. Қайтадан кіреміз да, мына создать простой том дейміз. Сол кезде қараңыздар, қызға ені көрсетіп тұрады. Қазір далені басам, енді Т-ны көрсетіп тұр. Көрдіңіздер, біз артында флешканы алып тастағандықтан окейді басамыз, далені басамыз. Готово. Міне, мына жақтан көрдіңіздер ме? Новый том деп та шықты. Осыдан бастауымыз керек, өйткені әйтпесе ертең документтеріне сақтаймыз. Мына Д-мыз, мынау С-мыз екеуі тұр. Мен С-ға 150 гигабайт бердім, өйткені аздық қылады. Енді қараңыздар, енді мой компьютерге кіреміз. Кіргеннен кейін свойства, оң жағын басып, свойства кіреміз. Арадан диспетчер устройство бар. Диспетчер устройствоны қараймыз, қараңыздар. Арадан почти міне қараңыздар, сары ештеңе жоқ, барлығы түсіп тұр деген сөз. Енді мына жақта бізде енді установка жасағаннан кейін активация Windows жасауымыз керек. Оны арнайы утилитпен жасалады. Жасауымыз керек. Енді біз кезекте ары қарай Microsoft Office орнататын боламыз, ары қарай керек программаны орнататын боламыз. Оны келесі сабақта айтатын боламын.
сау болыңыздар, әдеке каналына тіркеліңіздер. Пікірлеріңіз қалдыңыздар, сіздердің пікір комменттарыңыз біз үшін маңызды, қолдаңыздар, тіркеліңіздер.